Сәлеметсіздер ме? Алматы қаржы құқықтық және технологиялық колледжі биология пәнінің оқытушысы Қажи Алма Аманбекқызы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз экологиялық факторлар. Сабағымыздың мақсаты абиотикалық, биотикалық және антропогендік факторлардың ағзаға қалай әсер ететінін түсіну және де қоршаған ортаны сақтауда экологиялық факторлар туралы білімдерін тереңдете отырып ойлау қабілетін дамыту. Жалпы экология тірі организмдердің бір-бірімен қарым-қатынасын қоршаған ортамен байланыстыра отырып зерттейтін биология ғылымының бір саласы. Эрнест Геккель 1866 жылы экология терминін ғылымға енгізген болатын. Экологиялық фактор кез келген орта жағдайына тіршілік иелерінің бейімделу қабілетімен жауап қайтара алуын айтамыз. Экологиялық фактор тірі организмдерге олардың жеке дамуының бір ғана кезеңінде болса да тікелей немесе жанама әсер ете алатын ортаның кез келген әрі қарай бөлшектенбейтін элементі болып саналады. Табиғи жағдайда организм көптеген факторлардың әсеріне ұшырап отырады. Экологиялық факторлардың қайсы болмасын табиғатта тұрақты емес. Экологиялық факторлар негізі үш топқа бөлінеді. Ол биотикалық факторлар, абиотикалық факторлар және де антропогенді факторлар. Абиотикалық факторлар организм тіршілігіне әсер ететін өлі табиғат факторлары. Оған біз жатқызамыз ылғалды, температура, ауа және жарық. Биотикалық факторлар тірі организмдердің бір-біріне және табиғи ортаға жағымды және жағымсыз әсер етуін айтамыз. Оған біз паразиттік, жыртқыштық, бәсекелестікті жатқызамыз. Антропогенді факторлар қоршаған ортаға адам іс-әрекетінің тікелей немесе жанама тигізетін әсерін айтамыз. Оған қазіргі таңдағы түрлі өнеркәсіптерді жатқызуға болады. Абиотикалық факторлардың негізгі үш түрі бар. Олар химиялық, физикалық, климаттық. Химиялық абиотикалық факторларға атмосфера, су қалдықтары, топырақ, шөгінді құрам және олардағы қоспалар жатады. Физикалық абиотикалық факторларға температура, жарық, жел, ылғалдылық, атмосфераның қысымы, радиациялық деңгей, радиоактивті сәулелерді жатқызамыз. Климаттық абиотикалық фактор күн радиациясы, атмосфералық жауын-шашын, гидросфералық қысымды жатқызамыз. Жалпы факторлар әсер ету маусымдылығы, бағыттылығы үш топқа бөлінеді. Біріншісі, қатаң маусымдылықпен әсер етуші факторлар. Ол тәулік уақыты, жыл мезгілдері. Екінші, маусымдылықсыз кейбір уақыттарда қайталанатын ауа райы құбылыстары, су тасқыны, жер сілкінісі. Үшінші, бағыттылықпен әсер етуші факторлар. Олар әдетте бір бағытта ғана өзгереді. Климаттық жылыну немесе суып кетуі. Ортаның факторлары және ағзалардың оған адаптациясы. Орта және орта факторлар оларды топтау, ағзаға орта факторларының әсер етуінің кейбір жалпы заңдылықтары, адаптация биологиялық құбылыс ретінде, тіршілік ету ортасы. Ортаның абиотикалық факторларына бейімделу, температура мен ылғалдылықтың әсер етуі. Антарктиданың шөлді мұзында температура 880 градусқа дейін төмендесе, жердің сусыз шөлдерінде көлеңкеде плюс 580 градусқа дейін көтеріледі. Орталық Европаның ормандарында
Оңтүстік жағында ыстық жазда 400 градусқа дейін жетсе, солтүстік жағында 200 градусқа дейін барады. Жердің барлық жерінде тіршілік таралған. Көптеген жануарлардың дене температурасы қоршаған ортаның температурасына байланысты өзгеріп отырады. Мұндай жануарлар өзгеруінің дене температурасын реттей алмайды және поикилотермдік жануарлар деп аталады. Жануарлардың аздаған түрлері дене температураларын белсенді реттей алады. Мұндай жануарлардың дене температурасы тұрақты және оларды гомейтермдік деп аталады. Қоршаған ортаның температурасының өзгеруіне өте төзімді жануарлар эвритермдік, ал тек белгіліше температураның өзгеруіне ғана аз төзетін жануарлар стенотермдік деп аталады. Әдетте жануарлардың денесінің 50%-дан астамы судан тұрады. Мысалы, үй жануарларының 59%, адам денесінің 64%, ұлудың 70%, балықтардың 75% және де ең жоғары медузаларда 99% судан тұрады. Биотикалық факторларға адаптация. Тамақтану және түр аралық байланыстар. Әрбір жануарларда өз тамағын табуға мүмкіндік беретін әртүрлі бейімделушіліктер бар. Филогенез барысында планетадағы фаунаның әртүрлі өкілдерінде сан алуан бейімделушіліктер қалыптасқан. Мысалы, инфузорийлер суды жұта отырып, оны сүзеді де өз қорегін аулайды. Моллюскаларда фильтраторлар болып табылады. Жануарлар әлеміндегі ең белгілі жұтқыштарға жыландарды жатқызамыз. Экологиялық факторлар әсеріне организмдердің жалпы заңдылықтары. Өзара әрекеттесу факторлар ережесі. Оның мәні келесіде. Яғни, бір факторлардың әсер ету күшін басқа факторлар күшейту немесе азайту мүмкін. Мысалы, жылудың көп мөлшері ауаның ылғалдылығын төмендетеді. Лейбнихтің минимум заңы немесе шектеуші факторлар ережесі. Бұл ереженің мәні келесіде. Шектен тыс аз немесе шектен тыс көп факторлар қауіпті нүктенің қасындағы организмнің күйіне ықпал етеді. Сонымен бірге басқа факторлардың әсерін шектейді. Бұл заңның өмірде практикалық маңызы зор. Шектеуші факторлармен қатар организмнің факторлар жиынтығына ең жоғарғы төзімділік қасиеті болады. Ол Шилфордтың толеранттық төзімділік заңына байланысты. Оптимум аймағы әртүрлі ағзалар үшін бірдей емес. Біреулер үшін аймақ аралығы біршама көп. Мұндай ағзалар эврибионттар тобына жатады. Грекше эврий кең, биос тіршілік деген мағынаны білдіреді. Ал диапазонда бейімделетін ағзалар стенобионттар деп аталады. Грекше стенос тар деген мағынаны білдіреді. Эврибионтты түрлер қолайсыз экологиялық орталарда қалыпты тіршілігін жалғастыра береді. Үйге тапсырма. Қазіргі таңда қандай экологиялық факторлар әлемдік экологияға әсер ететіндігіне баяндама жазу. Келесі шағын видеороликке назар аударыңыздар.